Ассаламу алейкум. Қайырлы таң. Құрметті біздің Құрақ көрпе қолөнер арнасының көрермендері, құрметті мұсылман қауым, баршаларыңызды бүгінгі келіп жеткен қасиетті Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрбандық шалуға ниет етіп отқан барша мұсылмандардың Аллах тағала құрбандықтарын қабыл етсін, ниеттерін қабыл етсін дейміз. Келесі Құрбан айтқа аманшылықта, тоқшылықта, ауызбіршілікте жете беруіміз нәсіп етсін. Аллаға шүкір, бүгін ауылымыздың мешітінде Құрбан айт намазымызды өтеп, ұлымды ертіп, Құдай бұйыртса, біздер мал базарға бара жатырмыз. Құрбандығымызды алуға. Ауыл арасы қарап көріп едік, шыға қоймады. Шықты, бірақ та біздің көңілімізге келмеді. Негізі биыл өзімше ниет жасаған едім, бір семіз ірі серке алсам деп. Көбісі тоқтылар екен, қошқарлар, ұсақ қойлар екен. Сонымен үлкен базарға бара жатқан жайымыз бар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, бақытты болыңыздар, өркендерің өссін, дами беріңіздер. Ассаламу алейкум.